Ал видео асылмай тұрып сіздерге Дико Play арнасын ұсынамын. Бұлардан сіздер анимациялар, интролар және керемет жаңалықтар арт көре аласыздар. Мүмкін сізге де интро анимация жасап беретін шығар. Бұл балаға тіркелу үшін сіздер бүйтіп подписаться сөзін басып тіркеліңіздер. Бұл баланың каналының ссылкасы осы астағы описаниеде болады. Бәріне сәлем достар, сіздермен мен Нариман, және бүгін сіздермен Майнлайн серверінде Skywars ойнайтын боламыз. Ендеше ойынымызға. Міне ойынымызға да келіп жеттік. Осындай Towers деп аталатын, жоқ, кешіңіздер Castles деп аталатын карта. Және бұл карта жеңіске жетуге тырысатын боламыз. Әрине, керемет нәрселер шығады. Қараңыздар, қылыш топовый нәрселер шығады. Сондықтан да осындай жеңіске жетуге әбден мүмкіндіктер көп. Әрине, кешіңіздер блок қоя алдым. Ender Pearl шықты достар. Бірден екеу шыққан екен. Сондықтан қазір вообще топовый лук шықса. Міне достар, топовый лук көрдіңіздер. Вообще, бұл бронямен, қараңыздар, фул алмаска, топовый меч, топовый лук, 2 Ender Pearl, 12 золотое яблоко. Осындай нәрселермен жеңіп қалсақ мүлдем позор болады достар. Сондықтан жеңуге тырысайық әрине. Не қараңыздар, міне бір килл кетті. Біреу өліп қалды. Өлді ғой ме? Жоқ, өлді. Менге астынан шықты өлді деп. Міне екеу кетті. Үшеу кетті достар, міне үшеуін бірақ беріп тастадық. Көрдіңіздер. Басқа балалар қайда екен? Іздеу керек. Мұнда ешкім жоқ сияқты. Ender Pearl мен сән тағарайық достар. Опа, қайран шықтық біз. Алма жеп алайық. Ой достар, құла қалдық. Жерді астан барамыз, достар, лага тет қалды. Кешім сұраймын әрине. Болды. Негізі кейде лага тетеді осы серверде. Сондықтан кешім сұраймын. Бірақ жеңуге шанстар көп әрине. Егер сіздер өз каналдарыңызда видео түсіремін деп жүрсеңіздер, Skywars Hypixel аталмаған жүрсіздер мысалы. Немесе сіздерде лицензия болмай қалады. Сол үшін осы Майнлайн серверінің таңдауларыңызды сұраймын. Осы серверді ұсынып тұрмын сіздерге. Себебі өзім күнде осында ойнаймын. Hypixelда да ойнаймын, мұнда да ойнаймын. Hypixelда жеңу қиындап бара жатқан сияқты, білмеймін. Мен үшін солай ма деп. Бірақ әйтеуір бұл серверде ойнау жақсы. Оңай. Еще бір плюсы. Біреу үшін минус, біреу үшін плюс. Бұнда чит жасау, чит жететуге болады. Короче, читіске қосып ойнауға болады. Бірақ мен читпен әрі любойны жеңеді, любой адам. Сондықтан мен читсіз ойнаймын. Бәрі шын болсын, адал болсын деп. Көрдіңіздер, ана жол Майнлайндағы алғашқы видеомда АФК читерді өлтіріп тастадым. Ал егер ол АФК болмаса не болатын еді? Мені өлтіріп тастадым еді. Солай бұл әбден мүмкін еді. Сондықтан өздеріңіз читпен қолданып ойналарыңызға болады. Бан бермейді әрине, мұнда бан бермейді. Бан берген кетеріс керек болып жатады. Бірақ болады кейде енді. Бірақ енді етерсеңіздер болады читтерді. Асықпай қолдан ерсеңіздер. Міне қараңыздар, лага тет қалды. Бір жарында қалып қаласыздар. Достар, менен пиар алғыларыңыз келсе, ВКонтакте әлеуметтік желіме жазыңдар. Сілтемесі описаниеде болады. Өздеріңіз білесіздер. Так, бәрі қайда кеткен? Таппай жатырмыз что-то. Балалардың барлығы жоқ болып кетті. Бір адам қалыпты ғой. Мен іздеушісім бәрін 3-4 бала бар деп әлі. Үшеуін мен өлтірдім бе? Сонда біреу өз өліп қалған ба? Или жаңағы тірі қалған бала екеуі төбелесіп өлтіріп тастаған сияқты. Солай достар. Лага тет қалдық достар.
міне орысша айтқанда просрал дейміз. Енді перімізді. Короче. Так, вообще каша оқылды. Жарайды, достар. Алма жейміз. Достар, 100 подписчик болғанда керемет конкурс жасаймын. Сондықтан да арнаға тіркеліңіздер. Конкурста лицензиялар ойнатылады, пиар ойнатылады, интро ойнатылады. Достар, последний адам таптым, міне. Бұл да алмазник. Міне, достар, осындай жеңіске жеттік, керемет жеңіске. Сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нариман KZ. Қош, сау болыңыздар. Міне ойынымызға да келіп жетті.